бүгін менің мерекем деп түске дейін жатқан аналарды көрген емеспін. Таңғы сағат 5-тен тұрып алады, есік алдын сыпырып жүреді ғой. Брусчатка асфальт жоқ, қара жерді сыпырып жүреді. Шамның ортасында өзі көрінбейді. Күйеуін шығарып салып жұмысқа, қазанын қайнатып, кірін жуып, ол кездің кірлері қандай деймді. Киімдердің материалдары күшті болмайды, тау болып үйіліп жататын. Сонда қарайсың да, әкелеріміздің пупайк шалбарлары болатын. Соны анамыз суға салады тазикке. Қайтадан шалбарды алғанда тазикте су жоқ уже бар ғой. Біз шақырып, мында кел, сығамыз дейді. Сен ан жағында тұрасың, мамаң мын жағында тұрады. Мамаң кішкентай болса да күші көп болады. Іштің жұмысы, сырттың жұмысы өзі жүретін ғой енді. Ан жағында сен тұрасың, мын жағынан сығып отырған кезде жук. Сен ан жағында кірмен бірге айналып жатасың. Жук. Ұсташайшы деп айқайды салатын деп. Аналарымыз қандай күшті болатын. Міне аналарымыз отырған аман болыңыздар, апалар. Сонда менің істеп атырған жұмысымды ешкім көріп атырған жоқ қой. Кім үшін істеп атырым деген бір сөз болмайтын. Сол әулетке сіңіп кеткен ғой.